Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Данияр Ахметовтың «Астралдың ар жағында» деген маңғысын ұсынайын деп отырмын. Достар, менің есімім Нұрбек. Мен YouTube каналымда кітаптар және комикстар туралы видеолар түсіремін. Бүгін мен сіздерге қазақ тілінде салынған, жазылған мангалар туралы айтқым келеді. Бізде Қазақстанның комикшілері мен мангышылардың жеке сайты бар. Сол сайтта Данияр Ахметов деген жас жазушының, мангашының жұмыстары бар. Ол «Астралдың ар жағында» деп аталады. Бұл оқиғаны мен оқып бастадым. Бұл оқиға бүгінгі күнге дейін әлі толығымен аяқталып бітпеді. Бірінші, екінші бөлімдері шыққан. Сол бөлімдерін қысқаша сіздерге айтып кетсем. Бұл оқиға манга әдісімен салынған. Солдан оңға қарай оқылады, және де манга басталмай бұрын автор оқырманға манганы қалай оқу керек әдісін көрсетілген екен, және де сол көрсетілген әдіске ыңғайланып оқиғаны оқисың. Және де оқиға ең бірінші ақ және қара түсті болып салынады. Ол көзге үйреншікті. Көбінесе білеміз, комикс деген түрлі түсті болып келеді, ал манганы бір адам салғандықтан ол көбінесе бізде сол жапондық мангышылардың көбісі ақ және қара түсті ғана екі ақ түспен салынған. Не осы оқиға да бізде ең басында ақ және қара түсті болып басталады да, сосын ең аяғына таман бізде түрлі түсті мангаға ауысады. Бұл өте жақсы көрсетілген техника деп айтсақ болады, өйткені оқиға ең басында бізде бас кейіпкер туралы болады. Ол бас кейіпкердің есімі Қарақат деген қыз болады. Сол Қарақат деген қыз қарапайым мектепте оқиды. Мен өзім бұл манганы оқып жатып, өзімнің қаламды елестеттім. Өйткені біздің де қала осындай шағын ғана, кішкентай. Осы мангада оқылып жатқан кезде әр оқырман өз қаласын елестете алады деп ойлаймын. Және де манга ең басталған кезде бас кейіпкер Қарақат деген қызбен танысасыздар. Сол кезде Қарақаттың адамдармен көп араласпайтын, өзінің бір тұйық мінезі болады екен, және де ол көбінесе көп таныстары және достары болмағандықтан өз ішінде қиялға көп берілген адам болып келеді екен, өте қиялшыл. Және де сол қыздың өзінің басынан кешкен оқиғасы айтылады бұл жерде. Және де мен сіздерге бүткіл оқиға немен аяқталатынын айта алмаймын, өйткені бұл манга, мен бағана айтып кеткендегідей, әлі толық аяқталмаған. Мен сіздерге сол манганың ең қызықты өз сюжеттерін айтқым келмейді. Өздеріңіз оны оқып таныссаңыздар болады. Тек қана мен осы қазақша мангалар, қазақстандық авторлардың қандай жұмыстары бар, қандай суретшілер бар екенін туралы видеолар түсіргім келген. Не осы бүгін бізде «Астралдың ар жағында» деген манга бар. Бұл сол Қарақат деген қыз біздің қарапайым әлемнен өзгеше әлемге тап болады, және де ол тап болғаны ұйқы кезінде сияқты. Ол адам, біздің өзіміздің әлеміміз ақ және қара түспен белгілесе суретті, ол астралда өзгеше параллель әлемге түскен кезде ол әлем автордың өте әдемі түрлі түсті бояулармен оқып жатып басқа әлемге тап болғанын бірден сезесің. Оқырман сол манганың сол жері ұнады маған. Біздің әлем оған ақ және қара болып кейіпкерге қызықсыз болып жатса, өзгеше әлемге ол түрлі түсті, кәдімгідей өмірі жарқындап, әртүрлі түспен бояған екен. Сол жері қызық болды. Достар, бұл манганың сілтемесін осы видеоның астына қалдырып кетейін. Егер де сіздерге қазақ тіліндегі мангалар немесе басқа да авторлармен танысқыларыңыз келсе, осы манганың қасында әртүрлі де тағы да комикс мангалар бар екенін айта кетейін. Осы сайтқа кіріп, басқа да жас авторлармен таныссаңыздар болады. Жалпы мен өзім осындай жас суретшілердің жұмыстарын осындай бейне шолулар салып түсіргім келеді. Өйткені мен, өздеріңіз білесіздер, біздің YouTube каналда 3-4 рет гик фестивальдерге барғанбыз. Сол гик фестивальдерде жас жазушылар, комикшілер, мангашылар өздерінің жұмыстарын сатқан болатын. Мен өткен жылы сондай фестивальдарға барып, қазақ авторларының комикстарын сатып алған болатын. Бұйырса алдағы уақыттарда осы «Астралдың ар жағында» мангасында
қағаз нұсқасы шықса, міндетті түрде сатып алып, сіздерге қайтадан толық оқиға аяқталған соң бейне шолу салғым келеді. Әзірше міне осы манганың ең басты бірінші және екінші тарауы шыққан, соларды бірге оқып таныссаңыздар болады. Кейін автор ары қарай осының жалғасын салады. Сол достар, өздеріңіз қандай тағы да жас суретші, манга, комикс салатын адамдар танисыздар, видеоның астына өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде сол жұмыстар туралы бейне шолу жасайық бірге. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.